Сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін шығыс пирогын жасайтын боламыз. Тәттіні қатты ұнататын жандарға нағыз арналған пирог деуге болады. Жасалу жолы оңай. Бізде осындай тоңазытқыштан шыққан сары май қажет. Мен бұл жерде тесто менде көптеу болып тұр, себебі мен 3-4 пирогқа бірден жасадым. Мінекей осылай теркаменен ұнымызды араластырып отырып песочный тесто жасауымыз керек. Мінекей, біз ұнымызбенен майымызды араластырып алдық. Енді ары қарай осы қосқан заттың барлығын астына описанияға жазып қоямын. Бізде қопсытқыш, шекер, және сметана, және осы жұмыртқаны барлығын бірге салып аламыз бірінші. Сонан соң барып тестамызды илейтін боламыз. Артық ешқандай ұн, басқа еш нәрсе қоспаймыз. Дәл осы рецептімен жасасаңыздар, сіздерде әдемі тесто шығатын болады. Енді жақсылап илейміз. Мінекей бізде осындай тесто шықты. Тағы да жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сонан соң барып алдап бірден жұмыс жасай беруге болады. Мінекей мен алдым. Енді бізде форма бұл жерде 24-ші размер. Сол размерге туралап осылай қамырымызды кішкене жайып жеріміз дөңгелектеу етіп, дәл сол формамызға енді орналастырып шығамыз. Жан жағын барлығын бір келкі етіп шығамыз және үстінен вилкаменен тесіп шығамыз. Бізде бұл жабыспайды, өйткені бұл бізде песочный тесто. Сондықтан ары қарай бізге начинкасына мінекей қақталған өрік, жаңғақ, мейіз, орех барлығында қоса берсеңіздер болады. Өзіңіздің қалауыңызша қоссаңыздар болады. Мінекей енді бізге ары қарай осының үстіне сгущенка құямыз. Сгущенка сізде жақсы қою болғаны жақсы. Және де пешімізді қыздырып қойып, 140-150 градуста пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, осылай болып шығады. Өте жұмсақ, өте дәмді болады. Және де ешқандай да жабыспайды. Өйткені жаңа айтқанымдай бұл бізде тестомыз майлы болғандықтан жабыспайтын болады. Дәл осылай жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін.